выявлялись прежде. Каждый человек обязан воспринять целиком и полностью учение организации. Инакомыслие в секте жестко подавляется. Любые попытки независимого мышления будут пресекаться, а те, кто позволит себе такое, жестоко наказываться. Мұны Жамбылат деген менің жалғыз балам. Құдайдан тілеп алған осы бір бала, бір қыз. Қызымнан кейін не болмай, осы бір баланы Құдайдан оқыттық. Диплом бар, 2 диплом бар қолында. Жұмыс істеп, сол мамандығына жұмыс тауып берсек, істемеймін дейді. Тиіп қашы мынандай стройға жұмыс, мейлі істесін, еш жөнге келмейді. Бізбен қарсы, мынандай болыңыз, бұл жұрт қатары бол, көпшілік қаяқта бол, сояқта бол балам деп айтсақ та тыңдамайды. Кеше суббота күні бір қыздың үйіне ертіп барды бізді. Бәрі үйшімен бүйтіп алған, бармайық десек, балам жылап, ойбайшы барсаңызшы мені подвет қылма, қайда менің қызымды шақырма, недегі, Сарыағаштағы. Сөйтіп машинамен алып барып, үйштермен бүйтіп алған, алам соны дейді. Аналар пихат етіп жатыр бізге, алыңыз дейді. Осы мынау, Самал жақтың адам екен, Кентаудан көшіп келген екен. Не деймін енді, айтарға сөзім жоқ. Алысып жатырмын, бармаған жерім жоқ. Осы бізді адам демейді. Намазға қайта-қайта кете береді. Лайжы болса жұмыс істегісі келмейді. Жаңағы стройка жақсы да бұған. Бір стройка істеп, ол ақшасын бермей қойды. Неге десең, кетіп қала береді де бұл. Бәрі сақал қойып алып, ол астарында әйтеуір бір нәрсе қалып, әйтеуір жеңіл-желпі ары-бері не істейді. Бұлар мекемеде жұмыс істейтін жоқ ішінде. Менің балам да сөйтеді. Маған айтты, үйіңізді сатыңыз, мен таксовать етемін дейді. Арзанда үй аламыз дейді, кейін жиып, мен сізге өзіңізді үйіңізде үй алып беремін дейді. Бүйтіп айтсақ, бүйтіп көнбейді. Мейлі, мен машина, сен менің айтқанымды істесең, жұмыс та тауып беремін, машина да тауып беремін деймін. Оған көнбейді. Ой, сіздің біздікі басқа деп қояды. Қазір енді осы Қазақстанда болып жатқан салафизм не ваххабизмнің қазір жанып тұрған кез. Осындай діни ағымдарға осындай жас балдарымыздың, өзіміздің балдарымыздың, жаңа дегенде қыздарымыздың, ұлдарымыздың кіріп кеткеніне мен өте өкінемін. Себебі қазір көшеде жүрсеңіз, 2-ның бірі сондай болып жатыр. Бұл мен өзім ойлаймын, сол жаңа дегенде шеттен келіп жатқан діни ағымдардың жаңа дегенде біздің қазақтың балдарын, қыздарын басын айналдырып, өзі үкіметімізге қаржы қойып жатқан нәрсе деп ойлаймын. Ол жақсылыққа апармайды ол нәрсе. Сондықтан сіздерден өтініштерім осындай абай болыңыздар, осындай келіп жатқан ағымдарға. Салафизмнен, жаңағы ваххабизмнен, жаңағы қазіргі осындай өзінің заманымызға қауіп төніп тұр деп айта аламын ондай нәрсе. Бұлардың сан бағыттары біздің қазақ үшін жат болып келеді. Себебі олар біздің салт-дәстүр мәдениетті мойындамайды. Одан кейін уахаптық ағымдағылар ата-ананың тәрбиесін ұмытып, олар ой дүниелік өмірмен өмір сүреді және біздің салт-дәстүрімізді кері қара көрсетеді. Көп нәрселерімізді ширк деген сөз арқылы жеткізеді. Олардың дәлелі бойынша тек Құран кітап немесе сүннет арқылы жүретіндігін айтады. Ал енді бұндай жағдайларда мысалға ата-анаға қарсы шығу деген осы ағымдарда көптеп кездеседі. Негізгі біздің Мұхаммед пайғамбардың өзі де айтқан екен, жұмақ қайда десе, бұл сенің анаңның аяғының астында деп. Өткенде ғана осындай бір жағдай болды. Жаңағы бір қазақ отбасылы кісілер, жәнегі әйелі және 2-3 балдары Иегова куәгерлеріне өтіп кеткен. Ал енді ол кісінің өзі, енді мүмкін солардың күйігі шығар деп ойлаймын. Енді ауыр науқаспенен, былай давление дейді, инсульт болып, мынау больницаға түсті. Ал енді больницаға түскен уақытта дем салдырып, жаңа айтыр Алланың жеңілдігі болсын деп барғанымызда, оның бала шағасынан әйелдер олар сырт айналып жүрді де, ағайын туыс бауырларымен ішке кіріп, ол кісіге иман үйреп дем салып сөйттік. Өткенде сол кісі өмірден өтті. Ал енді өзінің 2 ұлы бар екен, бірақ олар жаназа намазын оқытып, жаназа намазына сапқа тұрған былай тұрсын, жаназаның өзін ол кісілер үйінен шығартқан жоқ.
жаназаны мынау қабірстанның сыртында оқыдық. Ал енді ағайын туыс шын мәнінде бір сондай бір қиын жағдайға түсті. Өйткені туған екі ұлы әкенің ол жаназасын оқып, оның артынан дұға қылған, былай тұрсын, жаназасын үйлерінен шығаруына не қарсы болды. Біздің елімізді, егемендігіміз және еліміздің ертеңінде жақсы болсын деп ойлап келіп жатқан ешқандай бір діни миссионерлік ағымдар немесе исламның атын жамылып, бізге бір адамгершілікпенен тура жолды көрсетейін деп келіп жатқан ешкім жоқ. Олар қайта елді арандатып, ортасына жік түсіріп, ауызбіршілігімізбенен ынтымағымызды бұзу үшін келіп жатқан ол адасқан ағымдар. 2007 жылы балам мектеп бітірді. Мектеп бойынша ең жоғары балл жинады деп өте біз қуанышқа бөліндік. Сосын Алматыға Қаныш Сәтпаев атындағы университетке түскен. Ол жерде де жақсы оқып жатқан еді. Общежитие берілмегендіктен квартира іздеу үшін қызым екеуі бармай ма квартира іздеуге. Сол жерге барса бір мөлдір атты Асма екен, жалғырма аты паспорт бойынша мөлдір екен. Одан кейін Хамза деген жігіт болыпты, оның аты паспорт бойынша Бақтияр. Сол екеуі қасына жақындап, сен квартира іздеп жүрсің бе деп сұраған екен. Иә, квартира іздеп жүрмін десе, ой, мен сені арзан квартира тауып берейін деп алып барған. Кейіннен барып қарасақ, ол теріс намаз, экстремистік жолда жүретін адамдар екен. Намаз оқи бастады, одан қызым хиджаб киді. Соны күндердің күнінде қарасам, баламда қатты өзгерістер пайда болды. Сосын үйге келді дағы бір дискілерді қоя бастады. Одан бізге замечание айта бастады. Сіздер намаз оқымайсыздар, сіздер тойға барасыздар, шайтанның жолымен жүресіздер деп. Бауырлармен де хабарласпайды. Бауырлар біреу Астанада, біреу Шымкентте өзінің туған бауырларынан бас тарта бастады. Сосын балам неге бұндай болды деп сұрасам, олар да шайтанның жолымен жүреді, олар тойға барады, намаз оқымайды, тағы сол сияқты көп әңгімелерді айта бастады. Қазір Қазақстанда 4600-ге жуық діни бірлестік тіркелген. Қазіргі жаңа заң бойынша осы діни бірлестіктердің бәрі қайта тіркеуден өту керек. Қоғам қабылдамайтын, халық қабылдамайтын, елімізге іріткі салып жатқан, елімізге жаулық жасап жатқан секталардан біз қоғамды арылтуымыз керек. Алла тарапынан түскен ғана дін, нағыз ақиқи дін. Ол халықтардың арасындағы достықты, ұлттардың арасындағы бір-біріне деген береке бірлікті, сыйластықты үндейтін дін. Сондықтан дін жолында жүрмін дегендер бір-бірін сыйлау керек, бір-біріне қамқор болу керек. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, өзіңе қалағанды өзгеге қаламайынша, сенің иманың кәміл емес деген. Сондықтан иманымыз кәмілдігімен Мұхаммед пайғамбарға, әйтпесе пайғамбарға ұқсау түрімізбен, киімімізбен, сақалымызбен емес, жүрегімізбен, әдептілігімізбен, көркем мінезділігімізбен, мейірімділігімізбен ұқсаған абзал. Өткен пайғамбарлардың бәрі мұсылман болған, сондықтан бізге кеше ғана мұсылмандық келді деп айту үлкен қателік. Мынау жаңа діни заң қабылдады. Сол заңның аясында барлық мешіттер, синагогалар, церковьтер, барлық құлшылық орындары, дінге байланысты мекемелердің бәрі қайтадан тіркеуден өту керек. Біздің қазіргі міндетіміз халқымызға, елімізге қастандық жасап жатқан, дұшпандық жасап жатқан, отбасының ойран шығарып шаңырағын бұзып жатқан, мынау мақсатты көздеген секталардан, ағымдардан абай болуымыз керек. Зиян тиіп жатқан ағымдарды қайта тіркеуден өткізуіміз керек. Қазіргі діни агенттіктің алдына қойылған міндеті осы. Құдай қаласа, осы міндетті абыроймен ақтап шығады деген үлкен үмітіміз бар.